балдарыңыз әдемінің дипломы, айымның мектепті аяқтағаны және Райымбек балдарыңыздың сүндеті. Сондықтан да бұл жерде менің 5 баламның айару қазір шетелге дайындалып жатыр. Ұстазы қаталдау жібермей қалып, біраздан кейін келеді. 5 баламның анасы мен ғана емес, құрметті әдемі Нұриман, Айым, Райымбек, Айару, сендерде Аллаға шүкір. Әке де көп, ана да көп. Барлықтарыңыз анадай, әкедей тілекші екендеріңізді білемін. Рахмет жандарым сол. Әдемі. Бүгін Дидар әпке, отбасымыз үшін тарихи күн. Сондықтан осы тарихи күнде таспаның бетінде қалу керек деп білеміз. 3 жүргізуші жүріп біреу айтпады ғой демесін. Естелікке әдем болып, үйдің төрінде ілініп тұратын, мәртебесі көрініп тұратын тамаша естелік суретке түсіп алайық. Оның үстіне жаңа тілге тиек етіп Нұрболат мырза сүндет той деп айтыңыз. Бұл сүндет той деген адам баласының басында бір-ақ рет болады. Қайта-қайта кесе бермейсің ғой. Сондықтан осындай әдемі айтулы күнде тамаша естелік суретке түсіп алайық. Тағы бір шабал. Тілегі шығар елдің де, ол қыздарыңызды әлем танысын, алыс емес ол күнде. Қуанышты болсын әпке, қандай әдемі, күшті. Енді қымбатты қыздар, осы бүгінгі күнге жеткізген әуелі Алла, одан кейін сол Алланың мейірімінің иесі тәңірден кейінгі тілекшілеріміз. Сол кісінің қолынан арнайы отбасының президенті. Елдің болашақ министрі, одан кейінгі біздің білімді осы әулеттің абыройын алға сүйрейтін қызғалдақ қыздар. Мәні айары кешке дейін оқып келді, құр жүрген жоқ. Қызым көрсе оқиын кешке. Енді ол қыздардың атынан арнайы жеп қойыңыз. Құдай қаласа осы Райым мен Нұриманның қыздардың тараған немере шөберелерінің қолынан алақаннан май жалайтын күн тусын. Әдемі дипломың құтты болсын. Сен өте еңбек қорсың. Мен саған өте қатты сенем. Біз ата-анаң ретінде біз ойлаған дүниеден де асып түсетін, таңғалдыратын нәрселер жасап жатсың біз үшін. Қатты жақсы көремін мен сені. Кеше Дубайға бардық қой, диплом алып кетуге. Кәдімгі мен Қазақстанда қақшай өзімше болып, мыналарды менсінбей алға кетіп қалып жүремін ғой. А Дубайда наоборот сүмірейіп қалам. Әдемі оқып деген тапса бәрін шешіп ана жерде білмеймін енді. Не қандай қыз дүниеге әкелгем деп, Алла тағалам деймін, тәуба шүкір деймін. Осындай Алла тағалам жаңағы шүкір айтамын бергені деген сөз бар ғой әннің ішінде.
сансыз шүкіршіліктер. Алла тағала осы 5 баланы дүниеге әкелуге бұйырған, және де 5 баланы әкелген мен әлемдегі ең бақытты анамын. Құрбым да осы, достарым да осылар, сырластарым да осылар, әкем де, шешем де, күйеуім де осылар болып кетті қазір. Үйде шығып бара жатсаң, бесеу, мама куда? Мама куда? Қайда барасың? Қайда? Қашан келесің? Бесеуіне сұранып кетемін ғой, келем. Бірдеңеге бара жатырмын, көйлек сатып алуға бара жатырмын. Сөндіріп кетемін ғой. Алаңдайды ғой енді, алаңдайды. Сөйтіп, в общем, барлықтарыңызға рахмет. Біреу бесеу бестөбе болып өсетініне сенем. Бесеуі тек менің ғана мақтанышым емес, бүкіл қазақ елінің мақтанышы болатынына сенемін, және де солай болатынына, осындай батадан кейін орындалатынына шын мәнінде сенем. Солай болыңдар. Қуаныштымын, бақытты бол, және де сен үлкен сыйлықтың үлкеннің үлкеніне лайықсың. Бүгін әдеміліктің негізі осы уақытта айтып, андай ананы алып бер, мынаны алып бер, мынандай бренд кием, немесе бұл возрасттағы қыздар көбінесе бөлек квартира алғызып жатады әке-шешелеріне, немесе жазба салса бітті, шетелде. Енді жақсы ғой өмірдің заңына сай, бірақ әдемі еш нәрсе сұрамайды екен өмірде. Маған ананы алып бер, мына жаққа барғым келеді, мынандай көлік мінгім келеді, немесе деген сияқты. Тыныш қана кәдімгі үйдің бөпесінің бірі, әке-шешесін тыңдайтын, тыныш қана үйдің үлкені, қалт, осындай көлік мінгім келеді деген сияқты. Сөйтіп, әдемі шынымен қатты мінгім жүр ма? Мен сен қалай байқамадың деп ойлап айттым да, мама, мен енді айта алмай жүрген болатын. Қатты сильно хочу машину деді. Сонымен көп ұзатпай бардым. Таза өз еңбегімен Audi A7. Сәтте тиімді пайдаланса. Тамаша, қымбатты қонақтар, сіздер үшін қуаныш иесінің атынан, біздің мөлдір әпкеміздің атынан бриллиант той Жақсылық барлықтарыңызға жұмысы болсын. Шын мәнінде үлкен рахмет. Ойлана келе тойдан қыз балалар өздері тақса, ер азаматтар үйдегі қызына барып тақсын. Менің қыздарымдай білімді, өнерлі, сұлу, еңбекқор болсыншы деген осындай оймен табыстадық. Мөлдір махаббатпен қабыл алыңыздар.